Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 3-ші сабақ. 2 таңбалы санның разрядтық құрамы. Бүгінгі сабақта сен 2 таңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуды үйренесің. Нөмірі 1-ші есеп. 2 таңбалы сандардың разрядтар кестесіне қара. Әр санның ондықтары мен бірліктерін ата, сандарды жаз. Кестеге қарайық балалар. Ондықтар, біріншісінде ондықтар 2 ондық тұр екен, 2 ондық бірліктер 9 бірлік тұр екен. Санның оқылуы 29. Санның жазылуы цифрамен 29 деп жазады екенбіз, балалар. Ондықтар 4 ондық, 7 бірлік тұр екен. Санның оқылуы 47. Санның жазылуы 47. Цифрамен 47 деп жазады екенбіз. 7 ондық, 8 бірлік, санның оқылуы 78. Санның жазылуы цифрамен 78 деп жазады екенбіз. Нөмірі 2-ші есеп. Мәдидің туған күні қыркүйек айының нешесі? Осы санды ата және оны разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Біз күнтізбеге қарасақ 17-сін көрсетіп тұр, балалар. Мәдидің туған күні 17-сі екен. Оны қосылғыштық разрядтар қосындысы түрінде жазатын болсақ, 17, яғни 10 қосу 7 екен. 17-де 1 ондық, 7 бірлік бар екен. Қай цифр бірліктер санын білдіреді, қай цифр ондықтар санын білдіреді. Мұнда 7 бірліктер санын білдіреді екен, 1 ондықтар санын білдіреді екен. 2 таңбалы санды разрядты қосылғыштар түрінде жазуға болады. 17 тең 10 қосу 7. 10 және 7 разрядты қосылғыштар. Нөмірі 3-ші есеп. Санның разрядты қосылғыштарын тап. 98 тең 90 қосу 8-ге тең болады. 46 тең 40 қосу 6. 39 тең 30 қосу 9. Нөмірі 4-ші есеп. Сандарды ата, әрбір санда неше бірлік бар? 4 ондық 8 бірлік 48-ге тең, 3 ондық 3 бірлік 33-ге тең, 5 ондық 0 бірлік 50-ге тең, 7 ондық 4 бірлік 74-ге тең. Нөмірі 5-ші есеп. Мысалдарды шығар. 12 қосу 7 19-ға тең, 18 азайту 6 12-ге тең, 20 қосу 80 100-ге тең, 90 азайту 60 30-ға тең. Нөмірі 6-шы есеп. Сәйкестендір, ауызша. Теңдеу. Бірінші теңдеу x қосу 7 тең 17. Яғни бірінші теңдеуге ә нұсқасы келеді. Себебі белгісіз санмен 7-нің қосындысының мәні 17-ге тең. Екінші теңдеу 17 азайту x тең 7. Екінші теңдеуге а нұсқасы келеді. Себебі 17 мен белгісіз санның айырмасының мәні 7-ге тең. Үшінші теңдеуге x азайту 7 тең 10. Бұл үшінші теңдеуге б нұсқасы келеді. Себебі 7 саны белгісіз саннан 10-ға кем. Нөмірі 7-ші есеп. Аружан бірінші жолға 13 цифр, ал екінші жолға одан 2 цифр кем жазды. Аружан екінші жолға неше цифр жазды? Бірінші жолға 13 цифр жазыпты, ал екінші жол белгісіз болып тұр, оның екеуі кем екен. Яғни шешуінде балалар 13-тен 2-ні азайтады екенбіз, 11-ге тең. Жауабы Аружан екінші жолға 11 цифр жазды. Нөмірі 8-ші есеп. Екінші разрядтың 3 бірлігінен және бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Екінші разряд деген бұл ондықтар, яғни 3 ондық және 5 бірлік. 35. 35-ті біз разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жазатын болсақ,
30 қосу 5 екен балалар. Нөмірі 9-шы есеп. Менің туған күніме достарым қонаққа келді. Самат Айдостан кейін, ал Айдос Жанардан кейін келді. Әлия Саматтан бұрын келген жоқ. Қонаққа кім-кімнен кейін келгенін анықта. Мұнда бірінші Жанар келіпті, екінші Айдос, үшінші Самат, төртінші Әлия келіпті. Ең кіші екі таңбалы сан 10, ең үлкен екі таңбалы сан 99. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.